Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен жаратылыстану пәнінен тәжірибе өтетін боламын. Бүгінгі тәжірибенің тақырыбы жарықты өткізгіш, жарықты нашар өткізгіш, жарықты өткізбейтін құралдар. Бұл бізде ең алдымен полиэтилен пакет. Міне, бұл жарықты өткізеді. Бұл бізде екінші шыны ыдыс. Бұл бізде жарықты өткізеді. Бұл бізде үшінші пластмасса ыдыс. Бұл бізде өткізеді жарықты. Бұл мен көрсеткен заттардың бәрі мөлдір заттар. Енді бұл ақ парақ. Ақ парақ жарықты нашар өткізеді. Бұл бізде журнал. Бұл жарықты өткізбейді. Жарықты өткізбейтін болса, бізде көлеңке болады.